Әлеуметтік жерде жаңа бір қарындасымды көрдім, дұрыс айтады. Қазір мінекей референдум өтті. Өкінішке орай біз күткендей болмады. Өздері қабылдады, өздері ұсынды, өздері қабылдады. Қара халықты бізді үнімізді ешкім тыңдамады. Ал енді қазақтар дейді, атымен беруге әйдіксіңдер ғой өздерің бәрін. Арғын отырып, давай атымен, бойкот деп әр нәрсеге. Ал енді мынау соны құптап, мен референдумды нетем, қолдаймын деген шыққан әртістерге, спортсмендерге не дейсіздер? Соларға атымен берейік, ал күштерін жетсе. Оларға атымен дегеніне ғана емес, енді спортсмен болса өзіне ғана спортсмен, өзі сол істеген жеткен жетістіктеріне жетеді де болды, өзі үшін істейді ол. Біз үшін ештеңе істеп жатқан жоқ, одан не пайда? Шынымен де. Сосын әртістер, тағы да блогерлар бар, әртістер бар, сол қолдаған. Мен солардың біреуін де сыйламаймын, шын айтайын. Сол қарындасында айтып отыр, оны біреуінде де әртісі болсын, кішісі болсын, үлкені болсын сыйламаймын деп. Мен онымен толық келісемін. Өйткені дәл біздің халықтың шешіліп жатқан кезде жағдайы, иә, сол кезде халықты қолдамай билікті қолдап кетті. Мейлі енді олардың өздерінің таңдауы. Бірақ біз ол әртістерге, спортсмендерге қолпаштау, сондай кезде ғана, қолпаштау кезінде ғана керекпіз ғой. Халығым қайда, міне көк байрағымызды жайып бүйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз деп лозунгтармен ұрған кезде біздің қазақтар соған сеніп, ұмытып бәрін шабады арттарын. Ойбай, не деген адамдар деген сияқты. Ешқашан ұмытпаңдар. Сендер оларға ешкім емессіңдер. Олар істесе өздері үшін ғана істейді.